Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Видео басталмастан бұрын менің артыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бізде порода Адлер породасы. Мінекей олар жұмыртқасын туып жатыр. Қазір қораның ішін жылтып жатыр. Қораның іші плюс 5 болып тұр. Сол себепті ішін жылтып жатыр. Мына бізде шөп тұрған қора. Бұның ішіне көгершін тұр, индоутка, қояндарды осының ішіне жібердік. Бұның ішіне шөптік ішкен тауыссын деп. Енді 3 ай қысқа жетеді ғой, екеуіне. Нормально. Мұнда да тұр. Мұндағы шөптерді тауықтардың астына салып отырамыз. Басылып қалған сайын үстіне салып отырамыз ғой. Бізде мұнда порода австралог. Тоже оларда жұмыртқа туып жатыр. Әр тауық өзінің уақытымен жұмыртқа туады. Бізде температура міне көтеріліп жатыр. Мана мен келгенде 5 болып біледі, кішкене көтерілді. Потому что қораның іші құттай болса да жылынып келе жатыр. Ай, молодец, ал бір жұмыртқа сенен. Все, давайте, достар, пока жаңалық жоқ айтатындай. Пока сол бір қалыпты бидай, бір қалыпты жем. Ала берді, жаңалықтар болғатса сіздерге міндетті түрде айтатын болам. Берді Адлер тауықтар келу керек. Аламандығын берсе, тоже ол келген кезде де видеоға түсірем. Австралиялық тауықтарын біздер іздеп жатырмыз, әлі таба алмай жатырмыз.